имамдарға тиіспе, нең бар? Дінге қарсы шықпа дейді да. Мен оларға тиіскім де келіп жүрген жоқ. Шыны керек. Айтпай ақ қойшы, осыларға тиіспей ақ қояйыншы деймін. Енді мен бір имам туралы айтсам, ол имам адам. Адам деген бір тұлға, жеке бір тұлға. Сол жеке тұлғаның басына мен пікірімді айтсам, ол дінге қарсы шыққаным емес. Алла ұлық, пайғамбар, пәк, дін кіршіксіз. Мен айтсам бір тұлға туралы айтып жатырмын. Просто айтпай ақ қояйын деймін, қойшы деймін. Бірақ нервті қайнатады да. Жаңа бір уағыз естіп қалдым. Пайғамбардың сідігін дейді, бір сахаба деді ма, бір байқамай ішіп қапты. Енді ананың сідігі мөлдір дейді, иісі жоқ дейді. Татауы мөлдір болған соншалық ана шөлін қандырып сідікке ұйықтап қапты да, білмепті сідік екенін. Мынау қандай логика, мынау о дүниеде бұл дүние адамның сідігі шөл қандырушы ме еді? Логика қайда мына саналы адамға вообще сказка ғой мынау. Сонда не пайғамбар не? Туалет қайда сонда, туалетке барып шықпаған ба? Ыдысқа сыйып сақтап қоятын болған ба сонда? Мына қойсаңдаршы, шаршамайсыңдар ма осы сказкіден? Мына халықта шаршамай деген бар ғой, мына сказка тыңдауды ше. Уағыздың уағызы болады ғой, бір дұрыстап айтсаңдаршы. Мына муфтият қайда қарап отыр осыларға ше? Кішкене бір тәртіп орнатсаңдаршы маған. Ұят қой, мына датабы халықты улап біткендер ғой. Құлшылық деген ол емес қой ағайындар. Құлшылық деген ол емес. Мына еліңнің жоғын жоқта, мына халқыңның жоқ жетіген айт, ақиқатты айт, мұңын жырла мына еліңнің. Жеріліп атқан, ұрланып атқан ақшаны айт, қаңғып жүрген халқыңды айт, жетім жесірді айт, баспанасыз жүрген мына көп балалы отбасыларды айт, мүгедектерді айт, мына